Ассаламу алейкум. Барлықтарыңыз көргеніме қуаныштымын. Менің есімім Әбілқайыр болады. Әбілқайыр Жұматаев, Мәдиолла. Арт жақтарға мен дауысым естіліп тұр ма? Или қаттырақ сөйлеймін ба кішкене? Қаттырақ сөйлей берейін ба? Хорошо. Алдағы қатарлар ұрыс деп ойлап қалмаңыздар. Так, маған біріншіден сіздердің аудиторияларыңыз алдын ала таныстырылған. Сіздерде бұның ішінде кітап оқу клубы да бар, кітап оқу клубы да бар, сосын не бар тағы да? Әдет қалыптастыру да бар. Project 21. Давайте әңгіме басынан бастайық. Менің бүгінгі сіздерге түсіндіруім керек, талқылауым керек тақырып ол кітап оқу әдетіне байланысты. Мен жалпы студенттермен жұмыс жасап келе жатқаныма 15 жылдай уақыт болды. 17 жасымнан бастап студенттермен жұмыс жасай бастадым. Ол кезде өкінішке орай көп нәрсені білгеніміз жоқ. Бірақ енді жасап көре бердік, сонымен 15 жыл ішінде тәжірибе қалыптасты ғой енді. Кітап оқу екі түрлі жолмен жүзеге асады. Қандай жолдар? Қиялдау. Кітап оқу тағы да қандай жолдармен жүзеге асады? Давайте кітап оқуды ұйымдастыру қандай жолдармен жүзеге асатынын айтайық. Бір кітапты бітіру? Иә, өте жақсы. Тұрақтылықпен немесе? Тағы да? Немен жүзеге асу мүмкін тағы да? Мотивациямен. Яғни біз бір кітапты оқитын болсақ, біз екі түрлі жолмен оқимыз. Біреу мотивациямен оқимыз. Мына кітапты оқуым керек деген сияқты қызығушылықпен, екіншісі тұрақтылықпен, әдетпен оқимыз. Тіпті оқымыз келмегеннің өзінде де, Мотивациямен оқудың проблемасы неде? Өшіп қалады. Басында өте қызу жақсы басталады, кейін өшіп қалады. Не үшін өшіп қалады? Машалла, кім айтты? Сіз айтқан? Жақсы? Уақытша мотивация болады. Машалла, мен сәл күрделіру әңгімеге кірем деймін. Машалла, Алла разы болсын сіздерге. Бастапқы деңгейдегі нәрседен кішкене шаршайсың. Сіздерге кішкене бүгін не ақпарат талқылаймыз, Алла қаласа. Deliberative practice деген кім естіді? Deliberative practice. Ешкім естіген жоқ, Супер, бүгін соны талқылаймыз, Алла қаласа. Поток естідіңіздер ма? Flow деген. Поток естіген жоқсыздар, Хорошо, сол екен салыстырып қараймыз, Алла қаласа. Кітап оқудың основной проблемасы неде? Алғашында мысалы ретінде осындай бір кітап клубына немесе басқа бір жерден шабыт алып келеміз дағыны, мысалы ретінде бір шамамен алған кезде 100 бет оқитындай шабытпен келеміз дағыны, бірден 100 бет оқып тастаймыз. Кей кезде 120 бет. Сосын мотивация таусылады. Бізде мындай мотивация бар, үйге келеміз да, осындай кітапты бірден оқып тастаймыз. 100 бетті. Келесі күні мотивация азаяды. Бізде мындай мотивация қалады. Осымыз өз-өзімізді қинап, тағы да мындай деңгейге жеткіземіз. Ең қызығы, мына жерде біз күніне 100 беттен оқып отырамыз деп шешеміз да өзіміз үшін. Сосын мына жерде мотивация мындай ғана қалады. Сосын ары қарата кете береміз, үшінші күні мотивация бізде мындай ғана қалады. Бірақ өз-өзімізді қинап, тағы да мынша бет оқуымыз мүмкін. Төртінші күні бізде мотивация уже минуста. Өз-өзімізді қинап, бір бет оқимыз, екі бет оқимыз, үш бет оқимыз деген сияқты. Сосын осы жерде рационализация басталады. Біз өз-өзімізге айтамыз, болды, мен ертең барлығын екеуін қосып оқимын, сразу 200 бет. Бүгін просто мен барахолкаға барып шаршап қалдым деп ойлаймыз. Үшінші күні сосын барып ешнәрсе оқымаймыз. Основной проблема осыда. Біз мынау жерде дұрысында негізі қалай жасауымыз керек, кім біледі? Өте жақсы. Мотивация мындай болып тұрған кезде, егерде адам былайынан кітап оқитын болса, келесі күні, қанағаттанбай қалды ғой. Келесі күнге сізде ықылас болып тұрады. Бағанағаны қанағаттандырып тастауға. Сәйкесінше қайттан тура сол деңгейде оқуға мүмкіндік пайда болады. Біз осыны егерде тұрақ түрде жасап отыратын болсақ, ол мотивация бітем дегенге дейін бізде уже әдет қалыптасып кетеді. Кітап оқу әдетінің қалыптасу жалпы стратегиясы осылайынан. Екінші іс бар, мотивациядан бөлек, ол дисциплина. Дисциплина мен мотивацияны әдетте негіз бір-біріне қарама қайшы қойып жатады ғой. Сен не істейсің мотивацияны, не істейсің, басқаны қайтесің, ол жаңа киноларды қарамай қойсайшы, одан алда просто істесейші, просто оқысайшы деп айтады да. Естіген шығарсыздар. Ондай адам просто шынымен де түсініп тұрған жоқ. Ықыласты шын жүрекпен түсініп тұрған жоқ ол кісі. Қалай сен просто алып оқи алмайтыныңды. Дұрыс қой? Дұрыс. Ал бірақ бүкіл адам олай емес та. Біреулердің мысалы ретінде тәрбиесі жақсы болуы мүмкін, біреу кішкентай кезінен бастап оқып келе жатқан болуы мүмкін, ал бірақ барлығы бірдей ондай емес. Окей.
Сонымен бірінші мәселенің басын аштық. Дисциплина және мотивация. Екінші мәселенің басын ашайық. Сіздің алдыңызда бір кітап тұр, бірақ сіз ол кітапты оқығыңыз келмей тұр. Не үшін? Физиологиялық қасиетіне байланысты. Не нәрсеге? Яғни тамақ жейді ғой адам баласы. Иә. Андай құнарсыз тамақ жейді ғой. Басында нейрондарға байланыстар аз болады сол себепті. Не ойлаймын? Дұрыс тамақ жесе нейрондық байланыстар көбейеді дейсіз ғой. Себебі деген нан жейміз ұн ғой, онда деген құрттар көбеюі мүмкін да. Мысалы қант жейміз, мысалы өзім деп білуге болады. Қантты мысалы деген ауданның памятын, яғни жадысын азайтады да. Өте жақсы. Тағы да? Бізге қызықсыз болуы мүмкін. Тағы да? Машалла, сіздер әрқайсыларыңыз сабақ өте алатын адам сияқтысыздар ғой? Машалла. Адам негізі аудан нақты бір не қой керек қой. Қандай бағыт таңдайды? Өте жақсы. Өте жақсы, машалла. Сөздері де басқаша. Ту, не деген рахат, сіздердің орталарыңыз бар күшті. Біз ойлағандай болмай қалуы мүмкін. Иә, ондай да бар. Өте жақсы. Өте жақсы. Олай болатын болса, екінші мәселеге қарай көшейік. Кітап таңдау. Кітап таңдаудың проблемасы неде? Кітап не нәрселерге қарап таңдалады? Біріншіден біздің ең әуелгі мәселе біздің деңгейге қарай. Егер де ол сіздің деңгейден жоғары болса не болады, төмен болса не болады? Бағана поток деген нәрсе адамның қызығып кетіп, уақытты білмей қалатын еңіне кіріп кетіп бір нәрсені жасауына поток деп аталынады. Михай Чиксимихай осы теорияның авторы. Енді мынау біздің мысал ретінде деңгейіміз. Иә? Мынау біздің деңгейіміз. Кітап мынау деңгейде болса, біз мынау деңгейде болатын болсақ, ортада түсініксіз сөздер болуы мүмкін, жаңа теориялар болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, автормен таныс емес болуымыз мүмкін. Бұл бізге өте қатты күрделі болады дағаны, бізде не пайда болады? Үмітсіздік. Үмітсіздік пайда болады. Мен мына кітапты ешқашан түсіне алмайды екенмін деген. Егер де кітаптың деңгейі мынау деңгейде болса, сіз уже ол деңгейде талай нәрсе оқып тастағансыз, білесіз. Егер де осы деңгейде кітапты алсаңыз, сіздің деңгейіңіз мынау болса, онда бізде не пайда болады? Іш пысу пайда болады. Өйткені тым қатты, деңгей жоғары, яқта деңгей тым төмен. Ал егер де біз мынау деңгейдегі кітап таңдасақ не болады? Даму. Өйткені былай қарай міну оңай. Былай қарай міну мүмкін емес. Егер де біз задачамыз өзіміздің деңгейден сәл жоғары болған болса, бізде ықылас пайда болады. Дамып жатқанымыз сеземіз. Сондықтан кітап оқыған уақыттағы ең әуелгі қарауымыз керек мәселе қандай? Деңгей. Иә. Өте жақсы. Машалла. Қандай рахат сіздерге сабақ берген. Жартысын өздеріңіз айтып отырсыздар ғой, машалла. Деңгей мәселесі түсінікті болды. Екіншісі автор. Авторға байланысты не айта аласыздар? Авторға қарайсыздар ма кітап алған кезде жалпы? Автордың өзін әрбір автор өзін еркін түрде айту мүмкін, және де өзін айтқан бір тақырып бар. Тақырыпқа байланысты, жазғанға байланысты авторларды бөледі. Соған қарай кітаптардан таңдайды, мысалы үшін. Мүмкін автордың ұстанымына да қарау керек шығар мүмкін. Өте жақсы. Мысалы айтқан ойы сенікімен бірдей болуы мүмкін, немесе жаңағы оның айтылған оқиғасы мен үшін қызық болады, оны жеткізу стилі жаңағыдай. Мысалы мен өзім Мұхтар Мағауинмен Қати Жұмаділді жақсы оқимын. Өзімен үндес авторды дейді. Иә, өте жақсы сөз айтылған. Бір кісі айтады алдында, мен кітап оқуды мүлдем жақсы көрмеймін дейді, кітап оқысам болды, ұйықтап кете беремін дейді. Мен айтамын, сен неге қызығасың деймін, анимеге қызығамын дейді. Аниме туралы кітап оқы деймін да. Ұйықтап қалмайды да. Бір кісі спортсменмін деп айтады да. Сен спортқа байланысты кітап оқысаң ұйықтамайсың. Автордың тілі болады. Автордың тілін қалай түсінеміз? Айтылу үслубы арқылы. Оны қалай анықтаймыз? Сөздерді таңдау, сөздерді құрастыру, сөйлемдерді құрастыру. Иә. Ең оңай жол мынандай, мен әкем былай істейді. Кітапты алады да ортасынан кез келген бетті ашады, оқып кете береді. Алып кетсе алып кетті. Яғни біз автордың тілін түсіне алатындай деңгейде болуымыз керек. Сосын эксперттік саласына қараймыз, иә? Саласына қараймыз. Өйткені кейбір адамдар болады, мысал ретінде, олар кітапты жазу үшін жазған да. Өкінішке орай. Сосын барып біз ол кітапқа қарап оқимыз дағыны,
ештеңе түсінбесек немесе ешқандай пайдалы болмасақ мен өте нашар адам екенмін деп ойлаймыз да. Сондықтан осы жерден проблема туындайды. Үшінші, кітап таңдаудағы мәселе. Жоқ, қазір мен былайына формулировка жасайын. Кітаптың оқудағы мәнісі не? Кітапты оқудың мәнісі кітап оқу емес. Кітап оқудың мәнісі, дамудың мәнісі, ол мейлі курс болсын, ол мейлі басқа болсын, сұраққа жауап табу. Өмірде қолдана білу. Мысалы ретінде мен сіз бір кітап оқып отырсаңыз, қасыңызға келсем, не үшін оқып жатсыз десем, бір проблеманы шеше алу керек. Мен мынау проблеманы шешу үшін оқып жатырмын деп айту керек. Егер де кітап сіздің проблемаңызды шешпейтін болса, оның мәнісі жоқ. Ол проблема әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы ретінде ол проблема қарапайым сіздің көңіл күйіңізді көтеру болуы мүмкін. Не болмаса, мысалы ретінде ол кітаптың проблемасы сізді бір қайғы мұңнан алып кетуі де болуы мүмкін. Сіздің сөздік қорды дамыту болуы мүмкін. Мотивация беру болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін. Осылардың барлығы белгілі бір проблемалар. Проблеманы шешу керек, әйтпесе ол кітаптан мән жоқ. Төртінші. Жақсы сұрақ. Мен осыны талқылағым келген. Әдеби кітап пен мотивациялық кітаптар оқылу керек па, жоқ па? Керек. Не үшін? Өте жақсы, тағы да? Мысалға біреулердің көңіл күй деген ондай проблема болмайды, олар өзінің бағытына сай. Әдеби кітаптарда қандай да бір түйіні болады, соны алып шығады да, кітаптан жақсы, тағы да? Әдеби кітаптың ішінен де мотивация болады ғой. Мысалы өзім мотивация кітапты оқысам жауап бітіп. Өте жақсы, машалла. Мотивациялық кітаптың бір мәнісі бар. Сіз ол жерде кейіпкердің өмірін сүресіз. Оның өмірлік тәжірибесін аласыз, оның шешімдерін аласыз, әдет-ғұрыптарын аласыз. Немесе адамда мысалы эмоционалды бір интеллект болады ғой. Мен сіздің іште не сезіп тұрғаныңызды түсінуім, немесе сізге бір қандай бір қажеттілікті немесе эмоцияларды оқи алуым, сіздің іште қандай сезімде тұрғаныңызды білуім сияқты мәселелер. Осыларды біз әдебиеттерді оқу арқылы білеміз. Шалқармынды кім таниды? Шалқармын деген жігіт бар, танымайтын кісілер айтып кетейін, аяқ-қолы қимылдамайды, тек қана жатады. Бірақ әдебиетке неге басқаға өте жақсы жігіт. Шалқармынға мен бірінші Стамбулда бардым, Турцияда. Ол кісі Алматыға келдім деді, мен ол кісіге навещать етіп бардым. Қасына келіп оттым, әңгіме айттық, біраз не қылдық. Мен енді кетейін десем жібермейді ол кісі. Кетпе. Шәке, мен тұра бермей, әбеке отырсаңыздаршы. Мен түсінбей жатырмын, не болды деп. Негізі ол кісі ондай емес екен да. Сөйтсем, алғашында сіз келеді деген кезде, ойбай ұстаз келіп жатыр, олай былай болады екен, андай болады екен, қазір не айтамын деп сөйтіп уайымдап отқан дейді. Сіз келгеннен кейін барып, кәдімгі өзіміздің дос сияқты, әбеке деп араласып кеттім дейді. Ең қызығы мен осыған алып келген де әдебиет. Немат Келімбетовтің кітабы бар, үміт үзгім келмейді деген. Сол кітаптың ішінде 3 күн бір кісінің жаңағы уайымы жазылады. Тура сол уайымы келесі беттерінде әйелінің көзімен жазылады. Бүкіл басына өткендерінің барлығы жазылады. Сол жердегі не болғандығын, қалай орын алғандығын маған сол Немат Келімбетовтің кітабы қатты көмектескен. Ондай әртүрлі жағдайға түскен адамдардың көңілінде бір нәрсе болады. Маған аяныш болмасыншы деген. Өйткені аяныш сезіну қатты ауыр нәрсе. Сәйкесінше осы сияқты өзгеріс алып келген маған әдеби кітаптар. Түсінікті? Әдеби кітаптар авторды, адамды, тұлғаларды тануға көмектеседі. Сондықтан үшінші мәселе осы да. Төртінші мәселе не деп ойлайсыздар? Талқыладық. Тағы да? Басына ол да әсер етеді әрине. Тағы да? Кітаптың негізгі нәрсеге мән бересіздер? Сіздер жалпы қалай таңдайсыздар? Мысалы ішінде көп жаңағыдай, мен мысалы қазіргі таңда мектеп кезінде мен өте әдеби кітап көп оқыдым да, қазір мүлдем оқымаймын. Ал осы студенттік кезде мотивациялық кітап, менде бір соның ағыны бар да, мысалы мектеп кезінде көркем әдебиет, одан кейін студент кезінде жаңағыдай мотивациялық, қазір уже жеке дамуға және арнайы техникалармен нақты. Инструменталды, кітапты ашқан кезде, онда құр сөз болатын болса, мен уже оны біліп тұрмын да, мен оны білем. Ол нәрсе маған керек емес, маған керек. Мен оның ішінде нақты техника, маңызды. Өте жақсы. Бірақ біз, мен айтқым келіп тұрған сәл басқа нәрсе. Давайте мен былай қарай. Обзор книг. Обзорды қалай жасаймыз? Кім біледі?
басқа адамдар саған пікір береді сол кітап туралы. Өте жақсы өлшем. Тағы да? Қандай проблеманы айтып жатыр сол кітапта? Ол сіз ол кітап сізге оқу жаңа қолайлы ма, көзді ауыртпай ма? Иә, мысал ретінде сіздер кітап дүкеніне барып тұрсыздар, алдарыңызда кітап тұр. Кітапты сіздер қалай обзор жасайсыздар? Жаңағы басын дұрыс келатсыздар. Ашық түс болғанына қараймын. Вау, окей. Бағасына қараймын. Жоқ, былай кешіріңіздер да қазіргі таңда мен қарадым, кітаптар өте қымбаттап кетті. Иә, қазір интернет бәрі бар, бірақ кітаптар бағасы қымбат. Немен басқа нәрсемен қарағанда керек нәрсе, бірақ қымбаттап кетті. Обзор қалай жасайсыздар? Болуы мүмкін, иә. алғашқы бетіне соңғы беттеріне қарап. Өте жақсы. Алғашқы беттен соңғы беттеріне қарап. Өте жақсы. Қалай тағы нақтылап айтыңызшы? Алғашқы беттің сосын ортасындағы соңғы беттерін. Иә. Өте жақсы. Мыслевые блоки бар, смысловые блоки бар. Мысал ретінде мынау бір кітаптың беті деп ойлаңыздар. Мына жерде бір абзац, келесі бір абзац, сосын барып келесі бір абзац бар. Не үшін абзацтарға бөлінеді? Өйткені әр абзацта бір ой бар. Өте жақсы, машалла. Сонда демек бір беттің ішінде 3 түрлі ой бар дегенді білдіреді, машалла. 3 түрлі ой бар деп ойлайық. Бірақ кітаптың мазмұнына қарасаңыз, әрбіріне тақырып бөлек бір бағытқа арналған. Сіз ішіндегі бір тақырыпты таңдайсыз. Сосын барып сізде мынау тақырып тұр. Мінекей мына жақта атауы тұр. Абзац, 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 абзац. Мына жақта қорытынды. Қалай обзор жасайсыздар? Кіріспеме қорытынды бастап. Жоқ, мазмұнына қарай сізге именно қай жері керек, сол жерін оқуды. Иә, ішінен бір тақырып таңдадыңыз, кірдіңіз дальше. Әрі қарай не істейміз? Иә, бірақ мысал ретінде мынау бір кітап сізге атауы жақсы сәйкес келіп тұр. Ішін аштыңыздар, мазмұнын аштыңыздар. Сізді қызықтыратын тақырып бар екен. Тақырыпты аштыңыздар, дальше не істейміз? Полный ма? Бір бөлімді? Өте жақсы. Абзацтың ішінде бірнеше сөйлем болады ғой. Осы бірінші сөйлемінде негізгі ойы жазылады абзацтың. Егер оны түсінбесеңіздер, соңғы сөйлемді оқылады, ол қорытындысы болады абзацтың. Мынау бір тақырып таңдағаннан кейін бар, бірінші абзац толық оқылады. Қалған абзацтардың бірінші сөйлемдер немесе соңғы сөйлемдер оқылаттағына негізгі ойлар алынады, сосын қорытынды абзац оқылады. Бір бөлімді осылай обзор жасасаңыздар, мынау кітаптың қысқаша 15 минуттық обзорын жасай аласыздар, нақты түсіне аласыздар. Бұл кітап сіздерге керек па, жоқ па? Егер де бұлай обзор жасау сіздерге қысқа болатын болса, онда сіздер бүкіл кітап тура солай жасай аласыздар. Мысалы ретінде орта есеппен 1 сағатқа жетпей, сіз бүкіл кітаптың негізгі ойын сығып аласыздар. Түсінікті, иә? Негізгі ойын сығып алсаңыздар, ол сіздерге қандай көмек береді? Жоқ, одан бөлек. Ол кітап біріншісіге керек па, түсінесіз? Екіншіден? Өте жақсы. Негізгі оймен қосымша ойды айырып аласыздар. Негізгі оймен қосымша ойды айыруды кім білмейді? Білмейтін кісілер бар ма? Бәрі біледі? Хорошо. Баракаллаху фикум. Айтайын ба? Шынымен? Негізгі кітаптың бір ойы болады. Мысалы ретінде анау Келли МакГонигалдың кітабы «Сила воли не работает» деген кітап. Ол кітаптың негізгі бір ойы, кез келген ерік жігер, ол бұлшық ет сияқты деп айтады. Сосын барып сен бұлшық етті дамытып қалыптастырған сияқты, оны да қалыптастырасың деп айтады. Иә? Осы негізгі ой. Соның жанынан әртүрлі қосымша ойлар шыға береді. Оны қалай қалыптастырамыз, неге олай, статистика, цифр деген сияқты мәселелер. Негізгі ойын анықтаған уақытта сіз не үшін кітап оқығаныңызды түсінесіз. Болды, сондай қарапайым. Әрі қарай, кітапты оқуға байланысты. Әдетке кірмей тұрып, бірінші бір-екі техникаларды талқылағым келіп тұр сіздермен. Мен сәл-сәл күрделендіру мүмкін, өйткені осы сіздерге слишком жеңіл. Бір жағынан қуанып тұрмын, бір жағынан көреміз қалай болатынын қазір. Екінші Фейнман техникасы. Фейнман техникасын кім біледі? Бұл да кешіріңіздер бұл кітапқа байланысты ма? Иә. Бүкіл нәрсе кітапқа байланысты болады бүгін иншалла. Фейнман техникасының кім хабардар?
Альхамдулилля. Мен негізі көремін сіздің негізі инстаграмнан Машалла. Файн математикасын кім біледі? Мен ақырындап ұйқым ашылайын деді ғой. Файн математикасы мынадай. Сіз мысал ретінде, менде мындай бір қызық оқыту тәсілі бар. Араб тілін оқытқан кезде, араб тілінің кітабын балалар оқиды да, сосын бір-біріне түсіндіреді. Мен үлкен группа жинамаймын жалпы. 8 бала орта есеппен сондай, гуглить етіп көріп, уже маған жауап айтайын деп отыр ғой. 8 адам болады мысал ретінде, сосын бар олар біртіндеп шығып, өздері оқып тұрған нәрсесін қалған 5 жігітке түсіндіреді. Мен тек бер жағында оны дұрыс түсіндіріп отқандығын қадағалап отырамын. Осы сияқты жағдай фейл математикасына тікелей сәйкес келеді. Өйткені адам біреуге түсіндіру үшін оқыған кезде түсіну деңгейі өте жоғары болады. Жеке оқыған уақытта оның мақсаты жақын аралық ближний мақсаты болмағандықтан, ол бірден ойының шашырап кетуі, немесе басқа бір нәрсені ойлап кетуі, осы сияқты нәрселердің ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан тіпті еріншек адамның өзі осындай кезде сабақ оқып кетуі мүмкін. Екінші техника Екінші әдістің аты active recall, белсенді еске түсіру әдісі. Бұл бізге қай кезде қызмет көрсетіп көмектесе алады. Егер де біз мысал ретінде бір кітап бойынша емтихан тапсыратын болсақ, немесе соның ішінен белгілі бір мәліметтерді пайдаланатындай деңгейде болатын болсақ. Мысалға, сіздер кітап оқып отырсыздар, соның ішінде мысал ретінде белгілі бір мәлімет кездесті сіздерге. Мына бөлменің ішінде мысал ретінде 450 квадрат метр. Соны кітаптан оқып қалдыңыздар, сіздер сұрақ қойып кетесіздер. Бөлменің квадраты қанша деп. Бөлменің квадраты қанша деп сұрақ қоясыздар да, сосын кете бересіздер. Әрі оқып болғаннан кейін барып, сіздер қайтадан бағана сұрақтарға жауап беріп шыққан болатын болсаңыздар, сіздер өз бағана кітапты толыққанды қайталап шығуға мүмкіндіктеріңіз болады. Біріншіден, екіншіден емтиханға дайын боласыздар, үшіншіден оны өмірде пайдалануға ықтималдығы жоғарылайды. Өйткені не үшін адамның бір нәрсені есте сақтап қалуы, оның емтихандалғанына байланысты. Жақсы. Мен кішкене тақырыпты ауыстырсам қарсы емессіздер ма? Мен бұларды түсініп кете бере аламын, бірақ мен ойымша сіздерге skills туралы көбірек айту қажет сияқты, шеберлікке байланысты. Өйткені мынау тақырыптар плюс-мен сіздерге белгілі. Мен қазір әртүрлі фишкаларды айтып кете беруіме болады, бірақ мен ойымша сіздерге одан үлкенірек тақырыптарға кіру керек сияқты. Мен кірімге отқан тақырып мынадай. Адамның шеберлікті қалай қалыптастырады? Көп қайталалар оқыған затын өмірде қолдану керек. Сұрақта басқаша формулировать етейін. Бір шеберліктің қалыптасу кезеңдері қандай? Қабілеттердің қалыптасу кезеңдері. Мысал ретінде алғашқы уақыттар белгілі бір бағытта сіздер обзор жасайсыздар. Мысал ретінде кім өмірден өз орнын тапты? Машалла. Өмірден өз орындарыңызды таптыңыздар, Машалла. Айтып жібере аласыз ба? Айтып жібере аласыз ба сіздің қандай екенін? Өзі өмірде орны ма? Иә. Мысалға мен басында енді армандайсың ғой, алдына мақсат қоясың, осындай болғым келеді деген сияқты. Нақты өзінің бағытын тауымағандықтан, ол жан-жаққа болмай, жан-жаққа еліктеушілік болады, интернеттен қарайды, андан қарайды, мындан қарайды. Содан кейін мысалға өзінің нақты бағытын тауымайды, сосын уақытын жоғалтып алады. Мысалға мен өзімнің бағытым ол мысалы бизнес жолын Кәсіп. Кәсіппен айналысу. Иә, өте жақсы. Себебі көп жан-жақтан әсер етті. Өте жақсы. Сосын тағы бір кісілер. Отыра беріңіз. Енді менде өзімнің өмір жолым ең бірінші бала кезімде армандаған кезде мен көп нәрсені, екі нәрсені істей беретінмін. Ол біріншіден мұғалім болу, ініме сабақ үйретемін, соның сабағын сұраймын, үй тапсырмасын орындау көмектесемін. Мұғалім боламын деп айтатынмын. Сосын екіншісі дәрігерге көп қаралдым. Не болды, диагноз болды. Сол кезде мен дәрігер боламын, өзімді өзім емдеп аламын деп сөйтіп айтатынмын. Алматыға нечайно енді Казгулға түстім. Армандаған жоқпын, ештеңе істеген жоқпын. Мұғалім мамандығына түстім. Алланың бір үлкен берген бір сол маған сый деп ойлаймын. Себебі көп нәрсеге көзімді ашқан сол кезде болды. Мұғалімдік демеге? Иә, түстім. Және сол жолда жүріп, екінші дәрігер боламын деген нем орындалды. Ол кезде дәрігер енді адамды
ауырғаннан кейін емдесе, менің екінші мамандығым ол адамды ауырмастан бұрын, то есть денсаулығын күтуге үйретеді. Ол енді дұрыс тамақтану бойынша. Жалпы дұрыс тамақтану мұғалімдік. Аха, сіздікі бизнес. Тағы да? Қол көтереңіздер қайда? Қандай бар қойшы. Белгілі бір дәрежеге жеткенде өзінің орнын тапты деген өзінде көңіл толмаушылық. Басқадан өзі бір жетістікке жеттің, өзін таптың деймін, бірақ именно өзіне көңіл толмайды да, бір жетістікке жетсең де бір үздік болсам да, өзіне бір көңіл толмаушылық болады. Бір нәрсе айтып өтейін. Алматыда болды бойжеткен қыздар клубы. Сол кезде ұстазымыз бар, Ләззат Құрама деген кісі, коуч. Сол кісі айтатын, егер сенің жаңағы болашақта кім екеніңді, болмаса өзіңді өзің таппай жүрсең, балалық шағыңа назар аудар дейді. Балалық кезіңді өзің зертте, қандай болдың, неге жақын болдың. Себебі бала болған кезде адам шынайы болады да, оған еш нәрсе, то есть сырттан факторлар ешқандай әсер етпейді. Ол жаңа ішінен шыққан нәрсені істейді да. Яғни бала кезде. Енді өскеннен кейін жаңағыдай барлық материалдық қажеттілік бар, соған байланысты уже адамда болып кетеді деп айтады ғой. Жақсы. Ең бірінші құлшылық сындармен адамдарды құлшылық үшін жараттым дейді. Сол бірінші өмірлікінен тауып, екіншісі шәкәрімді айтады. Келдім қайдан, не істедім, қайда барам дейді. Өмірлік мақсатта үш анық дегенде көрсетілді ғой. Сол бағыттың, адам бағытын табу деп ойлаймын. Өте жақсы. Қайда барады. Өмірлік мақсатты мамандық. Мен сол мамандық сұрап жатырмын. Мынандай бір мәселе бар. Адамның белгілі бір кітап оқудағы, немесе курс алудағы, немесе осының барлығын ар жағына шыққан үлкен бір мақсаты бар. Ол өмірдегі өз орнын табу, немесе бір істе шебер болу, сол іс арқылы қызмет қылу қоғамға. Осы жолда қабілеттің қалыптасу кезеңдері бар. Бірінші бастапқы кезеңдер, early years деп айтады, ерте жылдар. Ол кездегі адамның басты мақсаты қызығушылығын қалыптастыру ғана. Ол кездегі оның басты мақсаты қателеспеу емес. Алғашқы кездегі адамды шабыттандыратын да осы нәрсе. Оқтай, мына нәрсе мен қолымнан келеді екен деген нәрсе. Сондықтан қабілетті қалыптастыру барысында алғашқы жылдары жас адамдардың көңіл бөлу керек. Бірінші мәселе ол оның қолынан қаншалықты келіп жатқандығын көріп көз жеткізу. Кейінгі жылдарында барып уже жаңағы шеберлігі негізгі база қалыптасқаннан кейін барып, ол қаншалықты өзінің қай мәселелерде қателескендігін көріп, соларды түзетуі шеберлігін арттыра түседі. Сондықтан егер де мысал ретінде сіздер бір бағыттарыңызды таңдап қойған болатын болсаңыздар, сосын барып сол бағытта өзіңіз шеберлігіңізді қалыптастырып жатқан болатын болсаңыздар, алғашқы жылдары әртүрлі сфераларды көру ең әуелгі пайда беретін нәрсе. Мен қазір бағана айтып жатқан нәрселермен байланысады, барлығы менімен бірге қалай едіңіздер. Екінші кезеңде сен уже негізгі қабілет қалыптасқаннан кейін барып, қате жасайтын жерлеріңді ұштау арқылы, шыңдау арқылы шеберлікке қол жеткізесің. Үшінші деңгейде сен уже мұра ісіне қарай көшесің. Мен бағана айтып жатқан deliberative practice пен flow-дың арасында айырмашылық бар. Flow дегеніміз поток. Адам уақытты жоғалтып алып қызығып бір іске кірісіп кетеді ғой. Соның аты поток, flow. Бағана айтқандай сіздің деңгейден сәл жоғарырақ бір нәрсемен айналысу. Бірақ deliberative practice сізді бір шеберлікке алып келетін жағындай тренировка ғой. Ол ешқашан ләззатпен сезілмеуі де мүмкін. Сізге ләззат бермеуі мүмкін мүлдем. Мысалы ретінде сіз бір бағытты таңдап тұрсыз, білесіз сол бағыттың сізге шынымен ұнайтындығын, керемет екендігін, бірақ оны оқу барысында сізге ләззат ол нәрсе бермеуі де мүмкін. Ләззатты сізге ол қай кезде беретін болады? Мысалы ретінде сен жеке қалған уақытта тренировка жасайсың ғой. Тренировка саған ләззат болып көрмеуі мүмкін, өте қиын болып көрінуі мүмкін. Сен шаршауың мүмкінсің, осы сияқты нәрселер орын алуы мүмкін. Бірақ сен халықтың алдына шығып, сен уже тура сол өнеріңді көрсете бастаған уақытта сен флоу сезінесің. Поток сезінесің. Сондықтан біздің бір кітап оқу, техникаларын оқуымыздың артына жатқан негізгі мәнді жоғалтпауымыз керек та. Біз бұны не үшін оқып жатырмыз? Мен қазір әлде қайтадан техникаларға кірем, бірақ оған дейінгі осы мәселені басын ашып алғым келеді. Егер де біз қандай бір кітапты немесе курсты немесе басқаны оқып жатқан болатын болсақ, не үшін оқып жатырмыз және ол бізге не қай жаққа қарай алып келетіндігін білуіміз керек. Егер де білмейтін болсақ ше не істейміз? Мысалы ретінде сіз білмейсіз өмірде немен айналысқыңыз келетіндігін. Өте жақсы, өте жақсы, өте жақсы, машалла. Әртүрлі нәрсені өте жақсы, машалла. Әртүрлі нәрсені көре беру керек. Өйткені сен тамақтың дәмін көрмей тұрып, оның саған ұнайтындығын біле алмайсың.
основной ошибка қандай болады обычно, жаңағыдай анау Мэг Джейне жазады ғой, период Starbucks деп. Адам өз-өзін тапқанға дейін, пока официант боламын деп, сол жаққа қарай кетіп қалады да. Мәнсіз бір жұмыстың артынан қуалап кетеді. И сосын күтеді, пока оған уахи келгенге шейін. Ол қате. Әртүрлі салаларды көрген сайын, әртүрлі істер істеп көрген сайын адам өзіне не керек екендігін түсінеді. Сондықтан кітап оқудың ең жақсы серігі ол практика, жүзеге асырып отыру. Төртінші мәселе, мен сіздермен сөйлескім келген техникаларға қатысты. Төртінші, жарайды кете берсінші, қайыр. Диалог мәселесі. Мен ең көп көретін біздің кітап оқудағы мәселелердің, проблемалардың бірі ол диалогтың жоқтығы, автормен диалог қалай жүзеге асырылады. Мен тағы да жауап берсеңіздер, болды, уже тұрамда кетемін, қажетім жоқ уже. Тест болады өзі, тест беріп қояды, сен жауап бересің, яғни сен автормен дос боласың. Ішіндегі сұрақтарға жауап беру, жақсы, ол да диалог, өте жақсы. Авторды өз орнына қоясың. Сен автордың орнына қоясың. Өте жақсы. Сосын мысалы Данияр Жігітбек лайфхактар кітабын бастаған кезде айтады ғой, сен как будто мен жаңағы бауырың, то есть ағаң ретінде өзің ойла и солай істе. Мысалы ол кітапты оқып оңай болады. Ой, лайфхактар емес, нет. Не үшін үйрену керек? Не үшін үйрену керек тема? Кітапты оқып болған соң түйіндеме жасайсыз, яғни кітаптан алған жақсы жағы мен жаман жағын өзіңізге керекті. Өте жақсы. Сосын автормен байланыс, автормен диалог деген тағы бір түрі, автор туралы толық мәлімет жинап аласыз. Ол қай жылы туылды, немесе несі емес, ол осы кітапты жазар алдында қандай жағдайда болды және жазып болған соң қандай жағдайға дәрежеге жетті. Өте жақсы. Өте жақсы. Сынға Алла разы болсын. Бізде кітап қасиетті ұғымда. Сіз айтқан немен жасау болмайды ма? Айттыңыз ғой ішінде. Бір белгілі бір аласыз да, соған сұрақ қойып кетесіз дедіңіз ғой. Ол кітапты есте қалу үшін ғой ішінде аппарат. Ол актив рекол. Ол өзіңе сұрақтар жазып алу ғой. Сол сияқты жасап кету болмайды ма? Болады, олай да болады. Бірақ басты мәнісі неде? Бізде кітап өте қасиетті ұғымдағаны, и бізде онымен таласу көбіне жоқ. Магия утра деген кітап бар. Сол магия утра кітабын басқа кітаптар сияқты 10-10 беттен оқып отырып, кітап бітіп қалды. Окей, енді мен саморазвитиядан диссертация жазған адамын ғой. Таңғалғаным жоқ. Салдым да қоя салдым, сонымен бір кітапхана ішіне кетті. Кейін ағылшын оқып бастаған соң, ағылшын тілінде где-то 6 айдай мен үзбей күніне 4 беттен оқып отырғам негізі кітаптарды. Алланың мен ант етейін. Кітапты мен оқып бітпей жатып, мен магия утраның ішіндегі практиканы қолдана бастадым. Ұйықтан тұрған уақытта қараймын. Так, savers, S, silence. Отырып 10 минут не қылам. Так, A. Ол жаңағы не ғой? Аллахумма салли Мұхаммед. Қалай айтады? Affirmation. Аффирмация ғой. Аффирмация дейік, мен оны орын тәспі жасаймын. Жақсы. S-A-V-V. Savers, V. Визуализация орнына мен күндік жоспарды ойлаймын. Жақсы. E, exercise. Тұрып, гимнастикамды істеймін. Кітап бітпей жатып, мен оны жүзеге асыра бастадым. И бұл кітап маған әсер бергеннің бірден бір себебі тұрақты оқуда. Ал бірақ ең әуелгі оқып атқан уақытта мен оған немен қарадым? Критикамен қарадым да, мүлдем қабылдағаным жоқ. Біздің өкінішке орай кейбір кітаптарға қандай бір қасиетті ұғым ретінде қарауымыз біз одан алыстатып қояды да кей кезде. Сондықтан кей уақытта қаламды алып алып, кәдімгі сынап отырған да жақсы. Мен онымен келіспеймін. Мынау мәселеге байланысты былай болу керек еді. Мынау нәрседе былай жазып отыр, мынау нәрседе былай болу керек еді деген сияқты. Автормен таласып, диалог жасап отырған адам кітапты оқып бітіп, көбірек түсінуі ықтималдығы өте жоғары. Сондықтан кітапты оқудың ең жақсы әдісі қандай? Сыни ойлау, немесе автормен диалог жасап отыру, немесе келісіп отыру, немесе келіспей отыру деген сияқты мәселелер. Жақсы, енді әдетке кіре берсек болатын сияқты менің ойымша. Бесінші мәселе, әдет қалыптастыруға кіре берейік. Ақырында бесінші техника, мен сіздермен сөйлескім келген. Ол environment design. Environment дизайнын кім біледі? Сіздер жоқ дейсіздер, бірақ қазір бір айтсам, жалғастырып кетейін деп тұрсыздар ғой? Машалла. Баракалла фикум. Environment design қалай қолданамыз? Мысал ретінде, мынадай бір мәселе бар. Мен бағанада айтқан едім осы мәселені. Окей, кете берсін, жарайды. Так. Мынау шкаф. Мынау кровать. Мынау жұмыс орны. Мынау есік.
Стандартты адам келіп мына жақта киімдерін шешеді дағаны диванға барып жатады. Еріншек адам деп ойлаңыздар. Осы жерде 9 сағаттай жатады, 8-9 сағаттай. Сосын ұйықтайды да, сосын азында тұрып, осы жерден шығып сабаққа кетеді. Мысалы, тамақтанып келеді де, қайтадан жатады. Осы ортада жүреді. Мінекей. Иә? Жұмыс орнына барып отырмайды деп ойлаңыздар ол кісі. Болу мәселесін айтпай ақ қойын, онысы түсінетін шығарсыздар. Егер де бұл кісіге біз кітап оқытуымыз керек болса, қалай оқытамыз? Айттым ғой, сіздерге басын айтамын, қалған өздеріңіз айтып бересіздер деп айттым ғой. Иә. Бір уақыттар мен дәл осылай жасадым да. Кроватьты алып терезеге қарай шығарып тастадым да. Мына жерде менде шкаф еді. Сонда күніге мынау шкафтан киім іліп болған соң, барып жаттықым келсе де мынау арқылы өтуге тура келетін да. Кровать пен столдың ортасына отырып жұмыс жасай салатын. Бірақ бұл қай кезде жұмыс жасайды? Егер де сен онсыз да жұмыс жасауға деген желаниең бар, не үшін жұмыс жасап жатқаныңды түсінесің, фокусыңды, уақытыңды басқарасың, оның барлығы деген сияқты мәселелер. Бұның аты маршрутизация. Маршрутизация. Енді егер де біз мынау кісіні алатын болсақ, бұл кісіге қалай кітап оқытамыз? Алып тастаймыз. Диванды ма? Иә, машалла. Сияқты жаңа мысалға шкафтың екінші несіне қойып қойып ол кісіні. Немесе жаңа жатар орнының қасына қойып қойып. Ана кітапты басына қойып ұйықтайтын. Кітапты басына қойып ұйықтағандан просто соған үйренісіп кетеді да, кітап оған ешқандай триггер болмай қалады ғой. Бірақ мынау кроваттың үстіне қою өте жақсы идея. Мен обычно дәл солай кеңес беремін. Жататын орныңыздың үстіне, просто кроваттың үстіне бір кітапты қоя салыңыз деп айтамын да. Кейін барып сен сол даже жатам десең де, сен кітапты алып тастайтын кезде тым болмаса бір беттен оқып отырасың деп айтамын да. Өте қызық мәселе. Мен араб тілін оқып жүрген уақытта сөздік қор жинауымыз керек. Енді білетін шығарсыздар, шет тілінде сен кітап оқу үшін кем дегенде 12 мыңнан жоғары қарай сөздік қор жинауың керексің. Сол кезде менің бір сөздік қор жинаған әдісім, тіс жуатын жер бар ғой, сол жақта мындай не бар ғой жаңағы жылудың. Иә. Ау, канализация емес. Иә, темір, иә. Полотенцесушитель. Соның үстінен бір кітапты қойып қойдым, словарьды бойынан. Күніге тіс тазалап тұрған кезде аламын да, 2 сөз жаттаймын да, іліп қоямын. 3 сөз жаттаймын да, іліп қоямын. Сөйтіп жүріп, мен екінші курсты, то есть 2 курс оқыттым да араб тілінен. Сол екінші курстың тапсырмасын барлығын солай орындап өттім да. Ешқандай қосымша, ешқандай не болған жоқ. Бір салмақ түскен жоқ. Осы жаздың өзінде, мысалы ретінде кеше Стамбулда болған уақытта бір кітап чисто солай бітті, ваннадан шықпай бітті. Осындай мәселе. Бұның аты қорытындылап келген кезде не нәрсе болады? Бұның аты environment design. Яғни сен жан жағыңды өзіңе керек деңгейде орналастырып, өзіңе көмекші ете алуың мәселесі. Бұның бір минус жағы бар. Және соның минус жағын осы жазда мен қатты сезіндім, өз басымнан өтті. Мен жазда емес, өткен жылы ғой деймін. Өткен жылдың ішінде мен бөлмені толық сондай қылып тастағанмын да. Қай жерге барсам да бір нәрсе істеймін әйтеуір ше. Қол жууға барсам бір нәрсе істеймін, ана жаққа барсам бір нәрсе істеймін, шешініп жатсам бір нәрсе істеймін, киініп жатсам бір нәрсе істеймін, жай намазға жатсам бетінде Құран тұрады, сол Құранды қоямын да Құран оқимын, әйтеуір бүкіл жер сондай болып кетті, бір уақытта менде перегорание басталды полный. Ең қызығы, мен уже енді мен ол кезде жатақханада тұрып жаттым. Жатақханада сен 2-3 бөлмең жоқ қой, енді бір-бірінен зоналарды бөлетіндей деңгейде. Мен уже бөлмеде ұйықтай алмайтын деңгейге келдім да. Өйткені сен ұйқыдан тұрсаң, уже мен планшеттен будильник қоямын ғой. 2 будильник қоямын, біреуі қасымда ұйықтап қалмау үшін, екіншісі планшетпен жұмыс орнының үстінде тұрады да. И мынау қасындағымен шырылдап оянасың, тұрсаң, анау да шырылдап жатыр, соған қарай барасың, столдың үстіне тұр, отыра қаласың, мына жақта су тұр, тәспі тұр, кітап тұр. Уже бір уақытқа келген кезде мәссаған мен не болып жатыр мынау деген сияқты кішкене. Иә. Уже көтермей бастадым. Сол уақытта мен не істедім? Ұйықтардың алдында барлығын бұзып ұйықтайтын болдым. Орналастырып тұрған, әдемі болып тұрған, мынау кітап оқуған таландырып тұратын нәрселердің барлығын шашып тастадым бір күні ше. Сөйтіп ұйықтадым, ең тәтті ұйқым сол болды. Кей уақытта бөлменің ішін егер сенде бірнеше зона болмайтын болса, бір зонаның өзін әртүрлі режимдерге алмастырып отыра алуың керексің да. Егер олай қылмаған жағдайда сені жаңағыдай бірыңғай жұмыс режимінде тұра беретін болса, ол нәрсе сені уже тоздырады. Алтыншы мәселе мен сіздермен сөйлесіп келген, ол перегорание жұмыс мәселесі. Перегорание стадиялары қандай? Стадиялар. Бір нәрсе күнде қайталанып. Иә. Ең басты шаршадан өзіңді бақылаудан шаршап кетесің. Иә. Өзіңді қинап оқыту.
осыны не үшін істеп жүрмін деген сұрақ болады. Иә, демалыс бермегеннен сол жаңағы перегорание болады. Иә, өте жақсы. Перегораниянын кезеңдері бар. Бірінші кезеңдегі перегорание болған. Енді перегорание не үшін болатындығын осы айтып жатсыздар, сіздерге түсіндірмей-ақ қояйын. Адам өзі қаламаған нәрсесін жасаған уақытта, істегісі келмей тұрса да жаңағыдай істеуге тырысуы, өзін сындыруға тырысуы. Біз бұны енді шариғатта нәпсімен жұмыс жасау бабының аясына қарастырамыз. Мысал ретінде бір өзіңді қинап тәрбиелеу бар, өз-өзіңмен келісіп тәрбиелеуің бар, өз-өзіңді жаңағыдай марапаттап тәрбиелеу деген сияқты мәселелер бар. Бірақ именно перегорание тұрғысынан қарайтын болсақ, перегорание 4 кезеңі бар. Сен перегорaniyaға уже кіріп атсаң, бірінші кезеңде саған 2 күн демалыс жеткілікті. Суббота, воскресенье. Мысал ретінде сен понедельникте жұмыс жасап бастадың, режимге кіріп кеттің, ананы істеп жатсың, мынаны істеп жатсың, жүгіріп жатсың, кей уақытта ерініп тұрсың, кітап оқуға, қой мен оқуым керек дегенде өзіңді қинап істеп жібердің. Вторник істеп жібердің, среда мысал ретінде істеп жібердің, четверг істеп жібердің. Пятница уже ештеңеге желание жоқ. Сол уақытта сен 2 күн демалсаң, дұрыс демалыс өтсе, дұрыс демалыстың өтуіне байланысты сөйлесеміз. Дұрыс демалыс өткен болатын болса, әрі қарата уже сен понедельник жаңа күшпен бастайсың. Сен әдетіңнің тұрақтылығына қамтамасыз етуге үлкен инвестиция құясың дұрыс демалсаң. Жақсы. 2 күн демалыс жеткілікті болды. Егер сен суббота, воскресенье демалмасаң ше? Жоқ, одан бөлек. Иә, дұрыс сила волейді демалту керек, ол да бар. Жоқ, әріға не болады деймін да? Сен суббота, воскресенье демалмасаң. Сен уже екінші этапқа өтесің. Перегораниядан екінші этапқа өтесің. Екінші этабында перегораниядан адамға 2 апта демалыс керек болады, ештеңе істемеудің. Ұзара береді. Егер де сен ол кезде де перегорание болып жатқандығына қарамастан жұмыс істеп кете беретін болсаң, 3-ші стадияға өтесің перегоранияның. 3-ші стадиясында эмоциональный перегорание ғой. Ол жерде сен уже не істеуің керек болады? Не болады әрі қарай? Очень близко. 6 айдан кейін сізде жаңағы әрі қарата кете беретін болсаңыз, 3-ші деңгейіне өтіп кететін болсаңыз, перегоранияның сіздерге 6 ай демалыс керек болады. Ештеңе істемей 6 ай демалу. Америка Құрама Штаттарында мектептерде, кейбір мектептерде осындай бір практика бар. 3 жыл жұмыс жасаған мұғалімді 1 жыл демалысқа жібереді. Оплачиваемый отпуск. Ол не үшін керек? Адам өткені перегорать етпеу үшін керек. Жаңа идеялармен, жаңа тактикалармен келуіне қажетті нәрсе. Егер де сіз соған қарамастан 3-ші деңгейге өтіп кеткеннің өзіне әрі қарата жұмыс жасай берсеңіз не болады? Не істеу керек болады? Уже саланы ауыстырудан басқа орын қалмайды уже. Көретін шығарсыздар, бір саланың мықты мамандары бар, бірақ вообще айналысқысы келмейді уже. По полной программе уже біткен, ол саладан кеткісі келеді. Ондай адам уже 4-ші деңгейдегі перегоранияға өткендігін білдіреді. Бұл перегоранияның этаптары. Сондықтан біз дұрыс демалуды білуіміз керек. Сондықтан мен сіздермен әрі қарата сөйлесімге отқан мәселе дұрыс демалуға байланысты. Демалыстың неше түрі бар? Иә, жақсы. Бірінші активный демалыстың кезінде, активный демалыстың бір өзінің задачасы бар. Активный демалыстың задачасы жұмысты ұмыттыру. Мысалы ретінде енді мұндай бір адамның бойында 4 түрлі күш бар екен білетін шығарсыздар. Жаңа айтылды, IQ, EQ, PQ, SQ, Сен осы PQ деген мысалы ретінде физикалық күш, дұрыс па? IQ деген интеллектуалды күш, EQ деген эмоционалды, SQ деген рухани. Егер де адам демалам деген болатын болса, ол не істеу керек болады? Өте жақсы, машалла. Айтып отырмын, мен сіздерге вообще қажетім жоқ негізі. Адам мысалы ретінде интеллектуалды жұмыспен айналысып жатқан болатын болса, оған демалыс үшін не істеу керек болады? Физикалық немесе эмоционалдық күшті қолдануға ауысу керек болады. Сонда бір вид деятельностьтен екінші вид деятельностьке алмастырған кезде адамда демалыс пайда болады. Өте жақсы, машалла. Пассивный демалыстың задачасы қандай? Тағы да? Тағы да? Тағы да?
Бағанағы айттық қой біз сила волеға байланысты, адам ерік жігері. Сен кей уақытта өзіңді қинап ерік жігерімен бір нәрсе істеп жібересің ғой, істегің келмей тұрғанның өзінде. Сол ерік жігерін демалту. Иә. Мысалы ретінде сен күнделік жасауың керек әдетің бар, бірақ сен қазір ештеңе жасаған келмей тұр, бірақ өзіңді қинап жасап жібересің ғой. Бұл нәрсе уже сенде шаршау тудырады. Ерік жігердің. И сен сол воскресенье күні ерік жігерді демалтуың керек болады. Өйткені активный демалыс барлық кезде бірдей ерік жігерге демалыс емес. Ұйымдастыру керек, жүгіру керек, шығу керек, бару керек. Кей кезде мүлдем үйден шығып келмейді мысалы ретінде. Осындай уақытта ерік жігерді демалту пассивный демалыстың задачасы болады. Иә. Қазақстанда мысалы бір маманда оқимыз ғой біздер деген. Иә. Мұғалімдер бар мұнда, медиктер бар. Олар да постоянно бізде баршасында 3 жылдан 4 жылдан артық жұмыс істейді ғой. Бәріне берег. Мен өзімде мысалы бір салада 4 жылдай жұмыс істедім да, ауыстырған жоқпын орында. Манағындай ғой, отпуск демалыс береді жыл сайынғы. Оны да алмаймын да, ақшасын алып алып жұмыс істеп кете беремін. Мысалы қазір 4 жыл болып тоқтамай жұмыс істеп жатқаным. Машалла. Қандай болады сонда ол деген ғой? Мана айтыңыз ғой, ауысып кету керек басқа салаға деген. Ауысып кету керек деген емес. Бірінші этаптағы перегорание, екінші этаптағы, үшінші этаптағы, төртінші этаптағы ше. Көрініп тұр ма сізге? Мынау мен мынаудың арасына өту белгілі бір күндермен немесе уақыттармен шектелмейді. Қарамайды. Сіз мысалы ретінде мына жерде болуыңыз мүмкін қазір, немесе мына жерде болуыңыз мүмкін. Біз оны білмейміз мүлдем. Сіз де скорее всего білмейсіз. Сондықтан егерде дұрыс демалып отырмасаңыз, адам сынып қалған болатын болса, өз-өзін зорлап әрі қарай жүре беруі мүмкін, бірақ мүлдем желаниясы сынып қалуы мүмкін. Немесе басқа саладан ауыстырудан басқа саласы алмалы қалмай қалуы да мүмкін. Мен енді сізде қайсы екендігін қазір білмеймін, оны анализ жасау керек шығар кәдімгідей. Бірақ енді мен білмеймін сіздің қазір қай этапта екендігіңізді. Перегорание жасағаннан кейін барып не болады? Перегорание жасағаннан кейін барып сіз жұмыста жүре бересіз негізі. Мұғалімдер бар ғой, 20 жыл сабақ беріп жүрген. Бере береді, бірақ уже ешқандай ықылас қалмайды да. Істегісі келмейді, бірақ істеп жүре береді, айлық үшін, басқа үшін деген сияқты. Бастапқы деңгейдегі мотивтер уже өзгеріп кетеді ғой. Жоқ, соңғы деп қоямын, екі мәселе бар екен. Давайте мен сізге бір қысқаша техника айтып кетейін, сосын барып галереяны айтып, Алла қаласа қорытындылаймыз деп ойлаймын. Кітап оқу галереясының кім хабардар? Жоқ деп қастаға айтайын деп тұрсыздар ғой сіздер. Сосын басын бастасам жалғастырып кетіп шығар қарай. Атауын. Хорошо. Кітап галереясы қазақша ғой, кім біледі? Мысалға бағанағы екі сурет салдым ғой. Еріншек адамның суретін салдым ғой. Маршрут қалай болатындығын. Сол кісінің егерде кроватінің қасына кітаптарды бүйтіп әдемі қойып қойсаңыз. Сосын сен задачың әр кітаптан 2 беттен оқу деп айтсаңыз. Енді, само собой, егерде еріншек адамға просто кітап қоя салсаңыз, оқымайды дұрыс қой. Бірақ егерде мысал ретінде ол түсінсе, оған керек екендігін, бірақ бастай алмай жүрген болатын болса, көз алдына қойсаңыз, скорее всего, ол оқиды. Өйткені көп адамның проблемасы неде? Өз жаңағыдай бағана жоғары деңгейдегі айтылған не үшін керек екендігін, осы сияқты мәселелердің барын талқылаған уақытта адамда келесі деңгейдегі сұрақ пайда болады. Бастап кету. Бастап кетудің техникалар әртүрлі ғой. Мысалы 2 минуттық ереже бар. 2 минут жасаймын деп шешесің. Сосын істеп бастағаннан кейін бар 2 минуттан ары қарата жалғастырып кете бересің. Осы сияқты техникалар бар. Бірақ одан бөлек кітап галереясы деген техника бар. Кітап галереясы техникасында сен бір кітапты 70-80 бет оқымайсың. Сен ол жерде әр кітаптан 2 беттен 5 беттен оқып отырасың. 2-5 беттен кітап оқып отырып бітіру мүмкін ба? Ол кісі мысалы айына 3 кітап бітіреді екен да, бірақ жаңағыдай 3 жанрдан оқып отырады. Мынадан 5 бет күніне, мынадан 5 бет. Машалла. Өте жақсы. Мен ең алғашқы оқыған кітаптарым 2 бет 5 беттен оқылып отырып біткен алғашқы кездегі. Алдында айтқандай ғой, ең басында адамның мотивациямен де оқу мүмкін, тәртіппен де оқу мүмкін, тұрақтылықпен. Мотивациямен оқып бітірген кітабым менде Дейл Карнегиға байланысты болды.
сол кезде бір дебат ойнап жаттық, облыстық бір орталықта қызмет қылып жүрдік. Сол уақытта мен сол нәрселермен айналысып жүргенімді көрді, көпшіліктің алдында сөйлеу басқаға байланысты. Ағам көрді. Сен осы ДЛК мына кітапты оқып көрші деді, как выступать публично деген кітап екен. Ана кітап маған бір қызығушылық аясында біткен кітап болды да. Оны бір арнайылап ешқандай техника пайдаланғаным жоқ, басқалағаным жоқ. Бағанағы айтқандай менің проблемам болды, сол проблеманы шешуші болды. Ол мысал ретінде айтады, сен сөзіңді бастаған уақытта қолыңа бір тиын немесе ручка сияқты зат ұстауды көтеріп тұр дейді да мысалға. Мен соны баратынмын да, телевидениеда бір жерде ручка көтеріп тұратынмын да. Сол мен проблем шешіп отқандықтан ол жерде маған ешқандай бір техникада немесе басқа нәрселерде керек болған жоқ. Соның ішінде не бар, соны алып кете бердім да. Екінші кітап менде бағанағыдай тұрақтылықпен бітті, өйткені ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаяны тұғын. Ол маған өте күрделі, қиын болатын тілі. Ол уақытта мен көп оқып қалыптаспағанмын, намазда дұрыс оқымайтынмын ол кезде. И кітапты қойып қойдым да, күніне 5 беттен оқып отырдым. 5 бет, 5 бет, 5 бет, 5 бет, 5 бет. И бір күні кітап бітті. Вау, тамаша. Оған біткенге дейін мен тіпті намазымда тұрақталып кетті, альхамдулилля. Кейіннен бір күн тағы бір кітап алдым да, ол кітапты мен кроваттың басына қойып оқып жүрдім. Күніне 2 беттен. Бір қарасам, ол кітап бітіп жатыр. Демек, кітап оқудың қорытындылаған уақытта, мысал ретінде саған бір мамандығы бойынша бір нәрсені оқу керек. Сен оны білуің керексің, бірақ ол саған қатты қызық емес та. Сондай жағдайларда біз уже барып бағана сияқты техникалар нелерді қолдана бастаймыз. Мен бір жолдас болған бір тұрып ұйықтаған адамды көргенсіздер ме? Бәріміз кітап оқитын уақытымызда барда, сағат 8-де жиналып үйде кітап оқимыз. Сосын барып жаңа жігітке өте бір қарапайым әңгімелердің жинағын басқан беріп қойдық. Ұйықтап қала берді жаңа жігіт. Сосын сен тұрып оқыш дедік те. Тұрып ұйықтады ғой былайнанша. Негізі адамда кітап оқу барысында алаңдатып тұратын әртүрлі ішкі сыртқы факторлар бар. Сыртқы факторлар түсінікті, иә, само собой, уведомлениялар, оларды өшіру керек, осы сияқты мәселелер, тыныш жер болу керек деген сияқты мәселелер. Стресстің деңгейін реттеп отыру бар. Егер де тым қатты стресс төмендеп кетсе, көтеру керек, тым қатты жоғарылап кеткен болса, азайту керек. Стресс деңгейін орта деңгейде болса, қызығып оқисыз. Бірақ одан бөлек ішкі де факторлар бар да. Ішкі факторларға не жатады? Өте жақсы. Өте жақсы. Бағанада осы мәселені талқылағанбыз. Адамның күнделік жазуының артындағы мән де осы негізі. Егер де қандай да бір сізді эмоция көңіліңізді алып жатқан болатын болса, сол эмоцияны атау сізге оны басуға көмектеседі. Мысалы ретінде сіздің ішіңізден бір нәрсені уайымдап тұрған болатын болсаңыз, мен уайымдап тұрмын, мынау мәселеге байланысты десеңіз, ол нәрсе басылады. Иә, ерлік. Эмоцияға ерлік беру. Тура сол сияқты мысалы ретінде сізді бір кітап оқудан кей кезде бір ойлар да тосып тұруы мүмкін. Қандай ойлар? Мынау кітаптың маған қажеті жоқ. Автор өте нашар жазады екен. Мен бұл уақытта басқа бір нәрсемен айналысып жатуым мүмкін еді. Мен негізі қазір мынаумен айналысып жатуым керек қой негізінде деген сияқты мәселелер. Бұлармен күресуге не көмектеседі? Кім біледі? Өз-өзімен сөйлесу ішіндегі. Иә, күнделік өз-өзімен сөйлесу тағы да. Міндеттің пайдасын ойлау бар. Иә, өте жақсы тағы да. Иә, өте жақсы. Өзіңе белгілі бір уақыт тағайындау. Мысалы ретінде сен тура осы уақытта басқа нәрсемен айналысып жатқан болуы мүмкін еді деп айтсаң, я болмаса күніне сен 10 бет оқу деп белгілеген болатын болсаң, уақыт белгілеген кезде не пайда болады? Біріншіден адамның көңіліндегі басқа мен тура осы уақытта басқа бір нәрсемен айналысып жатуым мүмкін еді ғой деген ой басылады. Өйткені сен мысалы ретінде 20 минут тағайындағансың, 20 минутпен айналысып жатсың, 20 минуттан кейін барып қалған істермен айналысасың. Отсрочка беріп жатсың, көңілің барлығы бір жерге жиналады. Егер де сен бетпен белгілеген болатын болсаң, 10 бетті кей кезде 3 сағат оқып кетуі мүмкін. Иә? Сондықтан обычно екеуінің комбинациясын береді. Белгілі бір уақытта белгілі бір бет оқып шығу деген. Мысалы ретінде қарапайым бір нәрсені ойлаңыздар, ыдыс жуу деп ойлаңыздар. Сіз ыдыс жуғыңыз келіп тұрған жоқ мүлдем. Егер тайм-менеджментпен қарайтын болсақ, ол вообще лягушка. И сіз белгілі бір уақытта осыны оқып бітіріп, жуып бітіріп тастаймын десеңіз, мысалға, ол адам уже сәл болсын гейминг бар оның ішінде, бір ойынға айналдыру ісі бар да. Ойынға айналдыру ісі бар. Сондай тәсілде бар, мысалға, бір киноны біреу мысалға істесе, көр деп кеңес берсе, болмаса бір жаңағыдай болады, подкасттарды тыңда деген кезде өзіңді алдау. Мен қазір 5 минут қараймын, қызықсыз болса жауап тастаймын. Сосын уже 5 минуттың ішінде қызықты болып кетсе, уже сен көресің. Иә, машалла, өте жақсы. Баракаллаху фикум. Қорытындылайық. Біз бүгін сіздермен бірге не алдық? Ең әуелі кітаптың оқылуындағы мән, белгілі бір проблеманы шешу.
кітапты дұрыс таңдау мәселелеріне қозғалдық. Автордың тілі бар, тағы да техникасы, біздің деңгейімізге сәйкес келуі ісі бар. Сосын обзор жасай алу бар кітапты. Фейнман техникасы бар. Перегорание, негізгі ойды айыра алу бар. Автормен диалог, актив recall методты алдық сіздермен. Environment дизайнын алдық, Сұрақтарыңыз бар ма осыларға қатысты? Дұрыс демалу әдіс тәсілдерін алдық. Қандай сұрақтарыңыз бар? Сұрақ бар еді. Мысалға, жаңа айттыңыз ғой, мен бір кітапты оқу үшін қанша 1200 ба? 12 мыңнан Басқа тілде ма? Мысалы, кейбір неде айтады ғой, мысалы, түсінбесең де оқи бер деп. Ағылшын тілін мысалға білмейсің өзің, бірақ соны түсінбесең де сол кітапты оқи бер деп. Солай оқып көрдіңіз ба? Жоқ, өзім оқып көрген жоқпын. Мен тура осы әдісті естігем, араб тілін оқып жатқан кезде. Сөйтіп мультфильм көрейін деп шештім. 5 минутқа жетті ғой примерно менікі. Мысалы, мен де өзім жасап көрдім. Жоқ, ол просто шарттары бар ғой, ары қарай шарттарында түсіндірген болу керек. Мысал ретінде сен бір видеоны алайық, я болмаса белгілі бір кусок сол ағылшын тіліндегі кітапты алайық, сіз соны аударып отырып оқуыңыз керексіз. Тіл оқудың жалпы 3 негізі бар. Бірінші негізі ол сөздік қор жинау. Әртүрлі тәсілдермен тұрақты түрде және шабытпен сөздік қор жиналып отырады. Мысал ретінде шабытпен деген қалай? Бізде бірнеше жігіттер болды, 3 айдың ішінде 9000 сөз жаттады. Кәдімгідей Құран жаттаған ұқсап, араб тілінің сөздігін күніге 2 беттен жаттап, бір-бірін тапсырып отырып жаттап шыға салды. Ол енді шабытпен жаттау. Екіншісі тұрақтылықпен жаттау, менікі сияқты. Мен мысал ретінде 2,5 жылдай күніге 20 сөзден жаттап отырдым, 25 сөзден. Ол тұрақтылықпен жаттау. Анки деген сияқты бағдарлама бар, мысал ретінде ол тұрақтылыққа көмектеседі. Екінші тіл оқудың негізі бар, ол грамматика. Міндетті түрде тіл оқумен қоса, сөз жаттаумен қоса грамматикада жүріп отыру керек. Грамматиканы оқып отқан уақытта қалай жасалынады? Мысал ретінде мен ағылшын тілін оқыған уақытта күніге 2 жаттығудан жасап отырдым. Основной акцент жаттығуды түсінуге емес, сол ережені қолдануға қойылады да. Күніге 2 жаттығудан жасап отырады. Ережені түсінесіз, күніге 2 жаттығудан кете береді. Ережені түсінесіз, күніге 2 жаттығудан. Бекіткенге шейін. Үшінші негізі бар, ол практика чтения, тәжірибе. Жалпы сен бір тілде сөйлеуің, ол тілді білетініңді білдірмейді. Сен мысал ретінде магазиннен заказ бере алуы мүмкін, немесе басқа нәрсе жасай алуы мүмкін. Бірақ егер сол тілде егер сен кітап оқи алмайтын болсаң, емін-еркін, онда ол кітапты білемін деп санауға келмейді. Өйткені сен сөйлеуің 2-3 айда ұмытылып қалатын нәрсе. Бізде Нұр-Мүбаракта ол жиі орын алып отырады. Мысал ретінде бір жылдың соңында жақсылап сөйлеп былдырлап тұрған бала 3 ай демалып келеді ғой. Қайтып келген кезінде мүлдем сөйлей алмай қалады. Өйткені сөйлеу тіл меңгеру емес. Сондықтан практика чтение деген осы нәрсе. Практика чтение қалай жүзеге асады? Сіз просто белгілі бір нелерді, кітаптың бетін белгілейсіз да, өз деңгейіңізге сәйкес кітаптар оқып отырасыз. Мысал ретінде мен ағылшын тілін оқыған уақытта адаптированный кітаптар бар. Адаптированный кітаптар бар. Адаптированный кітаптар деген сөз, алғашқы мысал ретінде сіз бигинерсіз ба, бигинер деңгейіне арнайы жазылған кітаптар бар. Интермедиат болсаңыз, интермедиат деңгейіне деген сияқты. Сондай адаптированный кітаптар сатып алдым да, күніне 4 беттен оқып отырдым. Ол шрифттер үлкен кей кезде бір бетінде мынша ғана жазу болуы мүмкін, бірақ 4 беттен стабильно оқып кете бердім. Осылайдан жарты жыл оқыдым. Жарты жылда 12 ма кітап бітті, примерно 18 бекен. 18 ғой деймін. Кейінгі кітаптар уже кәдімгі үлкен бағанағыдай магия отыра сияқты кітаптар. Күнделікті практика жасап отыру, бағанағы мен жаттап отырған сөздерді, мен бағана өтіп отырған грамматикамды пайдаланып отыруым алып келді. Егер ол солай сен түсініп отырып аударып кете беретін болсаң, мысалы ретінде болмаса сөздерін аударып отыратын болсаң, ол сізге шынымен көмектесуі мүмкін. Екінші осы кітап оқуға қатысты мәселе Илья Франк деген кісінің әдіс тәсілдеріне байланысты. Илья Франк қалай жасайды? Илья Франктың әдісі мынадай: кітаптың бір бөлігінде былайынан орысша тұрады, бір бөлігінде бағанағы мәтін тұрады, екінші шет тіліндегі мәтін тұрады. Астында тура сол мәтін тұрады, сен соны оқып кете бересің, 20 беттен, күніге 20 беттен оқып кетіп отырасың. Бұл сізге не береді? Сен ол жаттамай жатып сөздер өздігімен жатталып қалады, біріншіден. Екіншіден, уже оны оқып кете беру, ұстап отыруы әлдеқайда жеңілірек. Осындай әдіс тәсілдер оқуға байланысты. Иә. Мысалы менде мынандай бар, 5 күн бойы бір нәрсе жасап жүрем, кітап оқу немесе уход жасау, бірақ суббота воскресенье келгенде сол қалып қояды да менде. Ой, болды, демалыс қой, сабақ жоқ деген сияқты. Бұл демалуға жата ма, әлде мида ұстамақ ма? Теориясын айтайын ба, практикасын айтайын ба? Бәрін тастап кетемін да мен, суббота воскресенье
Практикасын бірден айтайын. Сен бір рет саналы түрде жасамайым деген кезде әдетті қоюға шешім қабылдайсың ғой. Ол мейлі демалыс болсын, ол мейлі былай күн болсын. Мысал ретінде одно дело, если о бастан белгіленген аптасына 3 рет болатын нәрсе болса, ағылшын тілінің сабағы мысалға. Сізде аптасына 3 рет ағылшын тілінің сабағы бар. Сіз о бастан осы түрде сөйтіп қойған болатын болсаңыз, сіз демалыс күндері демалуыңыз сізге кедергі келтірмейді. Ал егер де сіз бүгін мысалы айтыңыздар, бүгін сабаққа баруыңыз керек, бүгін жарайды бармай қояйыншы, келесіде барамын ғой деп саналы түрде бір шешім қабылдасаңыз, кейіннен бар оның тұрақты болуы ықтималдығы 90-99%-ға шейін төмендеп кетеді. Яғни бір рет саналы түрде істемеймін, үзем деп шешкен срыв уже әдеттің қалыптасуынан тосады ғой. Тағы бір сұрақ бар еді. Мысалы бір кітап сатып аламыз немесе бір сыйлыққа сыйлайды ғой. Соны бітірмесек андай чувство вины болады да. Ма бітірмей қалдым, берді ғой, бітіріп тастайын, аяқтап тастайын, галочка қояйын деген сияқты. Түсінбесек те сондай болады. Сол туралы айтсаңыз. Кітапты оқудағы задачаны анықтау көмектеседі. Кітапты оқып бітіру деген сөз от корочки до корочки басына бүкіл сөздерін оқып шығуды білдірмейді. Кітапты оқу деген сөз ішінен белгілі бір негізгі ойын алып шығу, немесе сіздің проблема шешімін табу. Сондықтан егер тіпті басына оқымасаңыз да, сіздің белгілі бір задача қойыңыз сол кітапқа, ол тіпті ортасынан соңынан бір жерден оқып шықсаңыз, тіпті парақтап шыққанның өзінде сіз уже кітапты бітіргеннің сезімін аласыз ғой. Сізге андай ағылшын тілінде оны closure деп айтады. Біткенін түсіну керек қой, дұрыс па? Мысалы, мен мысалы алдыма мақсат қоямын. Оған дедлайнын орнатасың, мысалы уақыт қоясың. Осынша уақытта мен осы жұмыс істеймін деген сияқты. Бірақ дедлайн қанша мысалы гибкий болса, сонша жақсы. Қанша плотный, қанша уақыты нақты болса, ол сонша жаман. Себебі жоспар бұзылып кетуі мүмкін ғой. Бір жағдайлар болып қалады. Соны қалай шешуге болады? Қандай уақыт беру керек? Или мүлде дедлайн қоюға болмай ма? Күннің ішіндегі ма? Бір күннің ішіндегі? Күнді жоспарлау ісі ғой еді бұл, дұрыс жоспарлау ісі ғой. Алдына бір қызық жазады, біз күнді жоспарлағанымыз қызық дейді. 8-де оянамыз, 8:15-де тамақ ішеміз, 8:30-да жүгіруге шығып кетеміз, 8:45-де келіп мына нәрсемен айналысамыз, 9-да мына нәрсемен айналысамыз деген сияқты бір тақырып қоямыз дейді. Иә. Ең жақсы жоспар жұмыс жасайтын жоспар ғой негізі. Әдемі жоспар емес, жұмыс жасайтын жоспар. Сондықтан бір күннің 60%-нан артығын пландау уже үлкен қате негізі. Мысал ретінде бұл бірінші мәселе күн жоспарлауға қатысты. Екінші мәселе бұл күн жоспарлауға қатысты әр істің ұзақтығын білу. Мысал ретінде мынау іс 2 сағат уақыт алады деп ойлайсың ғой. Әркімнің уақытты қабылдауы әртүрлі да. Мысалға біреулер 2 сағатты ұзақ қылып қабылдайды. Біреулер үшін 2 сағат тез өтіп кететін сияқты көрінеді. Сенде неғұрлым сол істе тәжірибе мол болса, соғұрлым сенің пландау точностың арта береді. Бірақ егер де сенде опыт аз болатын болса, сен не істеуің керек болады? Иә, бір жұмысқа сен бюджет жасайсың ғой, 2 сағат уақыт алады деген сияқты. В среднем соны 3 есеге көбейту керек болады. Сонда бір күнде мысалы нақты бір өзіңе планканы аз беру керек. Иә. Көп уақыт беру керек. Иә. Алдында Данияр Жекпек осыған байланысты қызық жауап берді ғой. Тәжірибе көбейген сайын ол кейін уақытты тежей бересің. Иә. Уже точностьті анықтай бересің. Сен алғашқы уақыттары бюджет ерін жасайсың ғой, мынау 2 сағат алады деп, сен білмейсің. Осыған кезде просто 3 есеге көбейтіп қоя бересің ғой. Данияр Жекпек өте қызық жауап берді осыған байланысты. Көп жұмыс жоспарлаймын, бірақ үлгермей қалам, соны жасауға қалай үлгерсем болады дейді да. Данияр айтады. Көп іс жоспарласам мен де үлгермейтін едім дейді да. Солай ғой. Сондықтан енді приоритет ісі ғой. Өзі тайм-менеджмент деген кезде көп істің ойына пландау кіреді ше. Пландау, 8-де тұрамын, 8:15-де не қыламын. Көбісі тайм-менеджмент деген кезде соны ойлайды. Мен үшін тайм-менеджмент ешқашан ол болған емес. Тайм-менеджмент мен үшін ең әуелі приоритетті. Сен істердің арасындағы ең маңыздысын түсіне алмасаң, сен нәтижеге алып келетіні қайсы екендігін түсіне алмасаң, және де соны қорғай алмасаң, сен 20 жерден күшті жүгіріп жұмыс жасағаннан пайда жоқ. Сондықтан тайм-менеджментті егер жоспарлау ісіне қарай кіремін десең, ең әуелі жоқ деп үйрену, және де істемейтін істеріңді шешіп алу ғой. Мен үнемі солай кеңес беремін. Бүкіл істеріңді жаз, спискімен, бірақ спискімен жұмыс жасаймын. Азында тұрып сен қарайсың ғой, бүгін немен айналысатынды. Сол уақытта бірінші немен айналыспайтынын шеш деп айтамын да. Иә, бүгін мен мынау нәрселермен айналыспаймын. Маңыздылары қалды, осының ішіне қайсымен айналысу керек? Мен мынаумен айналысам, онда мен мынаумен айналыспаймын бүгін. Осылай. Бір ғана іске бас
Иә. Бюджетирование. Жоспар жасауға бола ма? Болады. Жоспар 2-3 істен болуы мүмкін ба? 2-3 істен болуы мүмкін. Бірақ ол кезде сен күнді жай ғана бөлесің. Түске шейін мынау, түстен кейін мынау деген сияқты. Таң берекесі туралы, ислам шеңберінде дәстүр өткен мысалы таңертең тұрамыз да, кейбір уақыттарда сосын телефон қараймыз, не істеймін, кітап оқимын, сосын тағы не істеуге болады. Не деген рахат. Сабақ уақытына дейін тағы не істеуге болады, ертең тұрып алып болады деген сияқты уақыттар болады. Күшті ғой. Бақытты адамның сұрағы ғой мынау. Әр адамға әртүрлі мақсаттар бар. Әр адамның әртүрлі арманы және идеал күні бар. Мысалы ретінде біреу үшін ол ештеңе істемей спокойно жата алу уже бақыт. Өйткені мысалы ретінде оның құндылығы сол тыныштық. Мысалы ретінде менде кейде сондай бар. Мен демалыс күні 3 сағат просто телефон үйге қалдырамын да кетіп қаламын. 3 сағат әншейін паркте жүремін, жай уже іш пыса бастайды, кәдімгідей іште не пайда бола бастайды, сосын барып басылады барлығы. Тыныштық менің де құндылығым. Сондықтан кей уақытта тыныш, өзіңе тым болмағанда 10 минут уақыт арнай алу өте жақсы практика. Екінші мәселе мақсат миссияға қатысты. Мысалы ретінде мақсат миссия анықталған болатын болса, сіз соған сәйкес іс-әрекеттер жасайсыз. Үшінші мәселе сіздің жоспарға қатысты. 10 жылдық жоспарыңыз бар ғой? 3 жылдық. Иә, мысалға 3 жылдық жоспар бар, мысалы ретінде. Соны мүмкін 1 жылға сыйғызу керек шығар. Осы нәрселер әсер етуі мүмкін. Осы үшеуін көріңіз иншаллах. Қызғанып отырмын. Не деген рахат. Күшті. Окей. Мен сізді енді түсінген сияқтымын. Сіз пайғамбарымыздың таңын қалай өткен деген нәрселерді сұрап жатсыз ба? Иә. Мен сізге сілтеме берейін. Араб тілінде ол кітап Бидаятул Хидая деп аталынады. Қазақ тілінде ол кітап қалай екенін мен білмейді екенмін. Бірақ таңғы уақытта основной біздің айналысатын істеріміз ол дұға. Дұғаға обычно көп адам көңіл бөлмей жатады, негізінде ең үлкен құрал бірақ сол. Екінші іс Құран, оқу және жаттау, қайталау істері. Және де үшіншіден зікір. Қазақша қалай болады? Зікір ғой, иә? Зікір. Осы үш нәрселер негізінде. Өткен біз таңғы уақыттарда осы нәрселерді толтыруға тырысамыз. Ал егер де практика тұрғысынан қарайтын болсақ, айтып отырсыз ғой, магия отырды, кітап тұрды. Сол туралы айтып отырсыз. Сіздер соған подкаст түсірген сияқтысыздар. Қараймыз, сол туралы қысқаша сақтап тұру. Қандай жақсы деді. Жақсы. Ол кісінің ұсынысы бойынша біз азында тұрған уақытта алғашқы жасауымыз керек 6 нәрсе бар. 6 нәрсе. Алып келген кезде 6 сөздің артында, 6 әріптің артында 6 түрлі сөз бар. Silence деген үнсіздік. Мен не үшін қазір ағылшынша жазып жатқанымды түсіндіремін сіздерге, Алла қаласа. Silence деген үнсіздік. Адам 10 минут үнсіз отыру керек деп айтады. Енді автор ол жерде оны не деп айтады? Медитация деп атайды. Бірақ мен оны медитация деп атамас едім. Жай ғана үнсіздік, демалыс. Иә, оянып алуға өзіңе мүмкіндік беру. Екінші бөлігі affirmation. Аффирмация жасау. Бірақ мен аффирмацияны қалыпты қолданбаймын негізінде өзім. Оның орнына мен тәсбih жасаймын. Өйткені енді негізі қадірін білген адамға тәсбихтің арасында үлкен мағыналар бар. Менің өзі Нұруарқа түсуімнің мәнісі де сол болған. Мен негізі сіздер сияқты жамағатпын обычный. Мен негізі Данияр Жігітбек болып бір жерде жүруім керек болған. Бірақ мен Нұруарқа түскендегі мән қазақ тіліндегі, орыс тіліндегі жоқ діни кітаптарды, түрлі үлкен түсініктер, ұғымдарды қарай алуым болған. Біз мысалы ретінде астафиралла кете береміз ғой. Бірақ олардың арасында үлкен мәндер бар. Бір ля иляха иллаллахның қазір мәнін түсіндіру керек болатын болса, 3 сағат семинар жасауға болады, оп-оңай. Ето таусалмауымыз мүмкін. Сондықтан мен үшін ол қатты маңызды. Егер де сіздерде ол жаңа мысалы көркем есімдерді, басқаларды артынан іздеу мүмкіндігі болатын болса, міндетті түрде көріңіздер. Savers, визуализация.
визуализация деген мысалы ретінде елестету. Бұл жерде егерде адам визуализация жасағанда үшін вселенная береді деп сенген болатын болса, енді проблема, конечно. Бірақ егерде біз күннің өту барысын елестетіп өзің үшін түсініп аламын деген болатын болсаңыз, онда тұрған проблема жоқ. Күннің өту барысы қалай болатындығы немесе дұға қылу, Құдай тағаладан сұрау ғой енді. Үшінші нәрсе exercise, жаттығулар. Мен спортсмен емеспін, бірақ жаттығу жасаймын қолдан келгенше. Бұл жүгіріп, қанды жүгіртіп оянып алу үшін керек нәрсе. Иә? Асқазанды оятатын ол су болса, таңертең миды оятатын ол жаңағы дұға, одан кейін кітап оқу, дейін физикалық тұрғыда ол спорт. Иә, өте жақсы. Иә, дәл солай. Және де бесінші нәрсе ол reading, кітап оқу. Кітап оқу азында өте жақсы жүзеге асады негізінде. Кешкі кітап оқу мен азан кітап оқудың арасында қандай айырмашылық бар, кім біледі? Қазір давайте біртіндеп. Қалай? Тағы да? Ойдың тазалығы болады. Жақсы, тағы да? Иә, тағы да? Ойды түю не болады? Иә, кітап таңдаудағы айырмашылық қандай? Давайте мен сізге сұрақ басқаша қояйын. Кітап таңдаудағы айырмашылық. Азындағы кітаптар мен кешкі кітаптардың арасында қандай айырмашылық бар? Кішкене ауырлау кітапты оқыған. Кешке қарай оқыса не болады ауыр кітапты? Иә, өте жақсы келатсыздар, машалла. Кешке қарата ауыр кітапты оқыған кезде адамның ұйықтауы қиындай түседі. Өйткені ми қосылып кетеді. Иә, сондықтан кешке қарай жеңілірек кітап, азында ауыррақ кітапты таңдай беруге мүмкіндігіміз бар. Және де ең соңғысы subscribing, бұл журнал жүргізу, күнделік. Күнделік жүргізудің мәнісі неде? Кім біледі? Күнделік жүргізудің неше түрі бар? Иә, мысалға иә, өте жақсы, машалла. Абайдың сөзі бар ғой, өзіңді жақсартқың келсе ме, жақсы адам болғың келсе ме, өз-өзіңнен күніне бір рет немесе аптасына бір рет өзің есеп ал дейді. Есеп ал, иә. Хорошо, өте жақсы. Бұл уақытта не істеуге болады? Күндік жоспарды құруға болады, мысал ретінде жазып алуға болады. Немесе бұл уақытта эмоционалды парақтар жүргізуге болады. Ұйықтан ең бірінші тұрған кезде 4 парақты, таза парақты А4 толтырып білесіздер ғой, эмоционал жағдайды реттеу үшін. Және де не істеуге болады тағы да? Енді мұсылмандар ретінде біз мінәжат жасасақ болады. Тағы да? Иә, мысал ретінде біз эмоцияларымыз шығарсақ болады, мінәжат жасасақ болады, күндік жоспар құрсақ болады, тағы да не істесек болады? Бүгінгі алған бір тәжірибені жасау болады. Оқыған кітабым бойынша түйгенімді. Иә, сабақтарды қайталауға болады деп айтайық, жарайды. Хорошо. Теория жүзінде әрқайсысы 10 минуттан жасалынуы керек. Мен бұны қазір ағылшынша жазған себебім, орыс тілінде ол спасательный круги деп жеке-жеке айтылғанда, азында тұрған уақытта сен ұйқылай отырған адамға бірінші мынау, екінші мынау, үшінші мынау деп есіңе түсе қоймайды. Сондықтан мынандай біз акроним пайдаланамыз. Silence деген үнсіздік. Үнсіздіктің орнына мен обычный кәдімгі үнсіздік жасаймын. Ол жерде ешқандай нелер жоқ, аффирмациялар жоқ. То есть медитация жоқ. Аффирмацияның кезінде мен тәсбих жасаймын. Визуализацияның кезінде мен күнді жоспарлаймын. Ол нәрсе менде мына жерде. Exercise менде обычно 5-7 минуттан аспайды. Өйткені менің басты мақсатым жай ғана тер шығару. 10 минут орында секіру, 10 минут емес, 100 мәрте орында секіру, 20 приседания сияқты мәселелер уже жеткілікті. Рейдинг менде ең көп уақыт алады. Обычно менде мен рейдинг менде 40 минут. Сіздер әртүрлі өздеріңіз қоя бересіздер. Және subscribing, journaling менде өте аз уақыт алады. Өйткені мен көбінше мынаны жасаймын. Күндік жоспарлау, бүгінгі задачаларым шешу. Обычно менде былай жүзеге асады, барлығы бір списктің ішінде болады. Бүкіл тізім бір жерге жазылып кете береді дағына. Мен күннің басында осының ішінен 2-3 жұмыс өзіме таңдап аламын бүгінге. Сол менде мына жерде орын алады. Жалпы осылай. Магия утраның мәнісі неде? Мәнісі ерте тұруда емес, азында. Егер де кітапты мұқият оқыған болсаңыздар, оның мәнісі ұйқыдан дұрыс ояну. Нешеде тұрсаң да. Сен мынау нәрсені дұрыс жасаған уақытта күнің өте жақсы басталады. Күні бойы сергек жүресің. Енді
бос мимен тыныш спокойно жүресің. Бізде қазақтың менеджменті мен батыстың менеджментінің арасында үлкен бір айырмашылық бар. Бізде қазақтың менеджментіне ең жақсы басшы айқайлап сол жерде жүрген адам ғой. Ей, Абылайға деп ше. Бізде сол адамды жақсы басшы, мықты басшы, лидер деп ойлайды. Батыста олай емес. Ескендір Бестайдың алдында бір іс-шарасына қатысып қалдым. Мен ең көрген тихий ұйымдастыру сол шығар. Спокойно ана іште жүреді, бет қарап қояды, бет келеді, бір келе сыбырлап кетеді, иә дейді, сонымен кетеді, спокойно жүре береді. Спокойно жүр, жұмыс бітіп жатыр да. Біреулер айқайлап, шулап, қырғын қылып жүреді, бірақ жұмыс бітпейді да. Сондықтан адамның ол жағынан тыныш, спокойно жүру осы сияқты нәрселерден келіп туындайды. Өйткені сен мойныңа тым қатты көп нәрсе алмағансың, жоспарлап қойғансың. Проекттерге өз уақытысына старт беріп қойғансың деген сияқты мәселелер. Қандай сұрақтарыңыз бар, Арай? Мана айтылды, кітап оқудың екі түрі бар деп, біреу тұрақтылық, біреу қызығушылық деп. Енді қызығушылық түсінікті де, тұрақтылық айтайын деген. Мысалы, мен де кей кітаптарды тұрақтылықпен оқимын да, бірақ кей кітап тұрақтылықпен оқи алмаймын. Мысалы, жаңағы діни кітаптар дейді, қазақша діни кітаптарды тұрақтылықпен оқи аламын да. Мысалы, психология кітаптар мен Дейл Карнеги кітабы бар, или бір екі кітабы бар. Осыдан 6 ай бұрын алдым әлі. Түрлі қабілеттердің түрі бар. Бірінші қабілеттер мамандыққа тікелей қатысты. Мысал ретінде трубалар жалғай алу, я болмаса бағанағы бір медиктар болды сіздердің алдарыңызда. Дәрілердің әрекеттесу сияқты мәселелер. Бұл қабілеттер тек сол мамандық аясында ғана қажет. Одан басқа мамандық саласында немесе басқа жерге барсаңыздар керек бола алмайды. Екінші қабілеттер бар, ол коммуникация құра алу, аналитика жасай алу, мысалы ретінде лидерлік, ұйымдастыра алу, сфокусирован отырып жұмыс жасай алу, осы сияқты мәселелер. Мыналар бүкіл мамандыққа ортақ. Сіз қай бағытқа барып жатқан болатын болсаңыздар, ертең мамандық алмастырсаңыз да, басқа қалсаңыз да, бұл айналып келіп сізге пайда бере алатын нәрселер. Бағана Галлап тесті осы қабілеттердің санын 30 қанша алып барады? 36 ма? 34 па? 34 қабілет бар деп есептейді. Сосын сізде тапсырған уақытта осы қабілетке әрқайсысын қаншалық деңгейде білетіндеріңізді, сіздің приоритеттеріңіз бар ғой, мысал ретінде. Приоритетте тақтасы бар, я болмаса сіздің жасай алу қабілетіңіз бар. Осы тұрғыдан сіздердің қандай сипатта екендіктеріңізді жазып береді. Яғни мысал ретінде сізге ең әуелгі орында learner болуы мүмкін, мысал ретінде. Сіз бір нәрсені зерттеп, оқып, түсінуден мықты болуыңыз мүмкінсіз. Бірақ сізде ұйымдастырушылық қабілет төмен болуы мүмкін, коммуникация төмен болуы мүмкін, мысалға. Сонда сіз өте жақсы үйренесіз, бірақ біреуге үйреткенді мүлдем жақсы көрмеуіңіз мүмкін. Осылайын сіздің бойыңыздағы әртүрлі қабілеттерді талдап береді тағын, қайсысы бірінші орында, қайсысы соңғы орында, қайсысы 5-ші орында, оған байланысты не істеу керек, соны талдап береді. Тапсырудың құны қанша? 21 мың болды, осыған дейін кәуіскен сәтті. Иә, 21 мың ба, 25 мың теңге ма тұрады шамамен. Сен оны бір жасатып алғаннан кейін бар, оны талдатасың бір маманға барып. Өйткені ол сізге талдап түсіндіріп беріп көрсету керек, әрқай не істеу керек екендігін. Ол өз бетінен мысалы ретінде 70 мың бір нәрсе тұруы мүмкін. Ол жердегі басты мәнісі неде? Қандай қабілеттері бар екендігін, адамда болатындығын түсінуге тырысу, кейін оны қалай қолдану керек екендігіне байланысты консультация алу. Галлап тесті деген осы. Мен Галлап тестін тапсырдым ба? Жоқ. Тапсырмаған екем. Ол нәрсеге деген менде қатты қажеттілік болған жоқ. Бірақ жалпы пайдалы деп есептеймін ба? Иә. Ол нәрсемен шектеліп қалмаған жақсы. Өйткені тест тапсырған адам мен тапсыратын адам екеуі екі түрлі. Бізде қазіргі заманда көп адамдар, көп жастар кітаптарды телефон арқылы немесе планшет арқылы оқи алады. Бірақ үлкен ұрпақ, олар көбінесе кітаптарды кәдімгі кітап түрінде оқиды. Сіздің көзқарасыңыз осы мәселеге қалай? Қандай қай түрінің оқуыны пайдалы және сіздің үшін керемет деп ойлайсыз? Гаджеттер менің кітап оқу нормамды 2 еселеді ғой. 2 еселеді. Мен Kindle сатып алғанға дейінгі оқу нормам 35 бетті ғой, соны сатып алғаннан кейін 70 бетке айналды ғой. Гаджеттер мен телефон екеуінде біз пайдалана алуымыз керек. Мы уже никуда не денемся, біз гаджеттердің заманда өмір сүріп жатырмыз. И скорее всего дальше это уже будет еще глубже. Сондықтан біз гаджеттермен жұмыс жасап үйренуіміз керек. Оны диджитал минимализм бар, диджитал дизайн бар, басқа бар. Біз барлығын білуіміз керек. Біз оны нәтиже шығара алатын деңгейде болу үшін. Практиканың қолданысын айтайын.
практикалық қолданысында мен кәдімгі кітаптарды оқығанды жақсы көремін. Өйткені ол жерде сен ұстап отқан кезде оның контекст дегенін білесіздер ғой, иә? Мысал ретінде сіз мындай контекстқа келген кезде уже бір нәрсе үйрену режимі қосылады да. Үйге барып төсекке жатқан кезде ұйқы режимі қосылады, иә? Дұрыс қой? Кітапты ашқан кезде кітап оқу режимі қосылады да. Телефонның олай болмауы мүмкін. Ол жақта қатты размазанный. Сол еще реклама шықпайды, еще әртүрлі нелер мазаламайды, ол звонап қалуы мүмкін емес, телефон басқа жерге қалдырып қоюға болады. Сол тұрғысынан кітап прямо өте жақсы, идеальный. Оның үстіне сен бір кітаптан жалықсаң, қойып екінші кітапты аша аласың. Мысалы ретінде 5 бет 10 бет оқыдың, былай қарай қойдың, келесі кітапты алдың, осылай кете бересің. Сосын кітаптан жалыққан кезде не істейсің? Мысалы ретінде саған әлде де оқу керек болған болса, күндік нормаңыз, мысалы ретінде күндік нормамда беттердің санымен бекітемін да. Күндік норманы көбейту керек болған кезде, осы кітаптарды былай қарай қойып, гаджеттен ашқан кезде менде жаңа күш пайда болады обычно. Мен тағы да 35 бет оқитындай деңгейде боламын. Сондықтан егер де гаджет туралы сұрайтын болсаңыз, мен гаджеттарды пайдаланамын, және де кеңес беретінен кітап оқитын гаджет бөлек болуына. Kindle немесе Inkpad, тек қана кітап болатындай деңгейде қолдан келсе, ол анау үлкен А4 форматындағылар да бар, егер сіз балалармен үлкен PDF-термен жұмыс жасайтын болсаңыздар, және кішкентайлар да бар, екеуде кеңес бере аламын. Барлықтарыңызға да көптен көп рахмет. Маған сіздермен жұмыс жасау үлкен ләззат сыйлады. Егер де мен жұмысқа алып жатқан болатын болса, мен біраз адам жұмысқа алатын едім деп ойлаймын. Баракалла фик.